Досым, уақыт болып қалды. Үйге қайту керек. Досым, әкем қайтадан ішімдікке салынған шығар. Анам жұмыста, мені күтетін ешкім жоқ. Жүр онда біздің үйге. Анам түскі ас дайындап қойған шығар. Жарайды. Кел жайғас, өз үйіндей көр. Рахмет досым. Құт болсын келіпті ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Анам қайда? Жұмыста шығар е? Әкең қайда? Ол да жұмыста шығар. Қазір еркектің жатқанын жатамыз. Күн ыстық, жұмыс істеу керек қой еркектің. Қане шай шығып отырыңдар. Көп. Қонақжайлығыңа рахмет. Мен үйге қайтайын. Алла. Мына қара жұмыс шаршатты құдайым. Алла. Мына қара жұмыс адамды шаршатады екен. Күннен қара кешке дейін жасап жүргенім жұмыс. Әне, байым анда ішімдікке сылқия тойып жатыр. Ертең баламның оқуын қайтып, жалғыз баламызды қайтып асыраймыз. Қарызға бершіміз деп жатыр. Отырсын, жарамыз одан бар, тамағымызды болсын. Балам, қайдасың? Келші. Әке, шақырдыңыз ба? Отыршы. Балам, менің бұлай ішімдікке салынып жүргенім саған ауыртпашылық салуы мүмкін. Сабағыңды жақсы оқы балам. Менің жолымды қума сен. Мен де бұл затты қоюға тырысамын. Жүр балам, саған менің білгенімді үйретейін. Жарайды. Ой, өнім, тезірек істер, кешке бітіру керек. Жарайды, давай. Қапан, Сен мұнда не істеп жүрсің? менің арағым бітті, маған ақша бер. Басқалар көрсе не дейді? Ұят болды, қайт бар үйге. Рахмет. Мына менің әкем емес пе? Сен неге менің анама тиіп жатсың? Иттің баласы. Иттің баласы сонда сен. Жібер бөлімшеге. Әкем. Сен әкем алқаш па не? Балам, әкемді кешір. Әкемнің мұндай болғанына ешкімді кінәлама балам, болды. Ренжімеші айналайын.